Достар, адам өміріне қауіп келтірген шимпанзе жайлы және оның иелері 4 миллион доллар берген сол оқиға жайлы естіп көрдіңіз бе? Ендеше естіп көрмеген болсаңыз, мен сізге қысқа нұсқа қылып айтып берем. Сіз есесіне маған лайк басып, комментарий жазып, өзіңізді осы видеомен бөлісуді ұмытпаңыз. Ендеше бастаймыз. Американдық жас келіншек Трэвис деген шимпанзені жас кезінен асырап алады. Ол шимпанзе өте ақылды болады. Керек десеңіз, сол отбасымен бірге тамақ жейді, ол отбасымен бірге қыдырады, және де ол Трэвисқа вино қойып қояды екен столдың үстіне. Ол Трэвистің сонша танымал болған, соншалық ол Кока-Коланың рекламасына және де американдық бренд киімдердің рекламаларына түскен шимпанзе екен. Алайда бір күні сол шимпанзе Хэролд деген келіншектің отбасы, күйеуі бәрі қайтыс болғаннан кейін қалған өмірін сол шимпанземен өткіземін дейді. Алайда шимпанзе сол күні агрессивный болып, ашулыға былығып, өзінің жаман әрекет қылықтарын көрсете бастайды. Бірақ та сол Хэролд өзінің соның хозяйыны оған дәрі береді, тыныштандыратын. Бірақ ол дәріні ішкеннен кейін де одан бетер ашуланып кетеді. Көлігінен сүргеннен кейін ол өзінің соседі Хэролдтың көршісіне 56 жастағы келіншекке шимпанзе шабуыл жасайды. Сол кезде ол келіншектің бетін, мұрнын, бетін түгелдей жұлып алып тастайды екен шимпанзе. Жұлып алып тастайды, бетінен бет қалмайды, екі қолындағы мына кистін жұлып алады екен. Сол келіншекті Американың мықты деген 30 дәрігері бетіне түгелдей трансплантация жасайды екен. Және де екі сүйегіне, екі қолына жаңағыдай не салу, протез салайын десе мүмкін болмаған екен. Сот жүріп, сотқа подать етеді жаңағы шимпанзенің хозяйына. Бірақ ол кезде Хэролд жүректен инсульт алып, ана дүниеге аттанады. Бірақ соның туысқандарына суд жазған кезде 4 миллион доллар, жаңағының повреждениесіне 4 миллион доллар кеткен. Және де оның туысқандары оның хозяйының көлігін, үйін сатып, сол ақшаны шығарып беру міндет болған екен. Және де сол күні жаңа Хэролд шимпанзені былай алып, не істеуге тырысқан, анан бетін жұлып атқан кезде, тырнап атқан кезде, сындырып атқан кезде, бірақ болмағандықтан милиция шақырған. Милиция шақырғаннан кейін ол шимпанзені милициялар ұстап көлікке салған кезде көліктің терезесінің бәрі сындырып быт-шыт болған. Сондықтан милициялар оған оқ атуға мәжбүр болған. 3-4 жеріне оқ атып, жаңағы шимпанзені өлтірген, ана дүниеге жіберген. Содан бері Америкада үйде жануар ұстауға тыйым салған екен сондай. Сіздерге қызық болды деген ойдамын, достар. Лайк басып, маған қазақтың жігітіне комментарий жазып лайк басып ұмытпаңыздар, я. Баршаңыз жақсы көрем. Ассаламуалейкум, амандықта жүздескенше.